мына дінге бір қосымша тағы да бір концепция енгізу керек негізі. Тозақ пен жәннат қана бар ғой енді. Тозақ пен қорқытады, жәннатпен сүйіншілейді. Жақсы жолда жүрсең жәннатқа барасың, жаман жолда жүрсең тозаққа барасың деп. Енді мысалы үшін 100 адам өлтіргенде де Құдай кешіреді дейді. Кешіргенде енді кешіргені сол енді тозаққа жібермейді ғой, енді жәннатқа барады ғой. Сонда енді ана жақсы жолда жүріп, Құдайдың жолында жүріп, сол өмір бойы Құдайға құлшылық еткен адам да жәннатқа барады. Ал мынау да ертең жәннатқа барады кешірілсе. Демек бұл жерде әділетсіздік қой. Сосын ана өлген 100 адам да баруы мүмкін. Сонда енді ертең айтады ғой, анау адам мені өлтіріп еді деп. Мынау неғып жүр жәннатта деп. Енді ана өліп қалып білмейді ғой Құдайдың кешіргенін оны. Сол сияқты бұл жерде Құдайдың әділетсіздігі болып тұр да. Сол үшін ол ана кешірілген адамға басқаша бір не шығару керек. Бұны жәннатқа да жібермеу керек, тозаққа да жібермеу керек. Жалпы Құдай кешірді ма, сені азаптамау керек. Сен мысалы мынандай сөз бар, жануарларды топыраққа айналдырып жібереді дейді. Ертең ана қойдан қасқырдың өшін алып береді дейді. Туди сондай әңгімелері бар. Сөйтіп қайтадан топыраққа айналдырып жібереді. Сол сияқты қылу керек та. Құдай кешірді, бірақ сені тозаққа салмайды. И жәннатқа да жібермейді, себебі сен жәннатқа жіберуге сен 100 адам өлтіріп қойдың ғой, өмір бойы күнә жасап келдің. Бірақ сен тәубе еттің, кешірді, сені тозаққа салмайды кешірген үшін. Сені жаңағы жануарлар сияқты топыраққа айналдырып жіберді болды. Сен сонымен біттің. Әйтеуір азапталмайсың ғой бұл жерде, сен қиналмай жүресің мысалы. Егер сені Құдай кешірмейді деп айтса, мүлде сен 100 адам өлтірдің, енді сен тәубе етсең де кешірмейді десе, онда ол күнәсін жасап жүре беруі мүмкін ғой. Басқа адамдарға да кесір тиюі мүмкін. Сол үшін айтылған әңгіме ғой, сені кешіреді, бізге келді. Сен Құдайға тәубе етсең кешіреді дейді. Сол үшін анау жамандықтан тыю үшін айтылған әңгіме ғой бұл жерде. Енді жаңағы топыраққа айналып кеткен тозақта күйгеннен оңай ғой әйтеуір. Бәрібір жазасы жеңілдеу болады ғой. Әйтеуір тозаққа бармаймын деп, Құдай мені кешірді ғой деп жақсы жолға түседі әйтеуір. Бірақ оны жәннатқа жіберсе, бұл әділетсіздік болады ана адамдар үшін де. Ана адамдар өмір бойы жақсылық істеген адам да жәннатта жүр, мынау да жәннатта жүр. Бұл дегеніміз енді әділетсіздік қой. Және ана өлген адамдар да көреді, бай адам мені азаптап өлтіріп еді. Мынау жәннатта жүр ғой деп. Сонда Құдайға бұл жерде тағы өкпе реніш болады да, жәннаттың өзі қауыс болып кетеді, забастау болып шығады адамдар. Құдай біз неге өйттің, анау неғып жүр деген сияқты. Сол үшін Құдай кешірген адамын жәннатқа жібермеу керек. Бұл әділетсіз. Мысалы бар ғой, біреудің семьясын түгел қырып тастаған адамдар бар. Сөйтіп барып тәубесіне келген адамдар бар. Ертеңгі күні ол айтады ғой енді шынында, мұны неғып жүр мынау деп. Бұл әділетсіздік қой, шын мәнінде.